Қайырлы таң, сіздермен бірге ем болсын. Таңғы жаттығуларды көрсететін боламыз. Бізбен бірге қайталаңыздар. Таңертең ең бірінші төсектен тұрмас бұрын осы жаттығуларды жасасаңыздар болады. Ең бірінші тыныс алу, терең тыныс аламыз мұрынмен. Осылай бірнеше рет қайталаймыз. Мұрынмен аламыз, ауызбен үрлейміз. Бұл кезде денені оятамыз, қан айналымын жақсартамыз. Оттегі бізде қан айналдыру жүйесіне қатысады. Сол үшін осылай тыныс алу жаттығуын 10 шақты рет қайталайсыздар. Енді екінші жаттығу, қолды жоғары қарай көтереміз. Барынша созамыз, түсіреміз. Өздеріңізді қатты қинамайсыздар. Жеңіл денені ояту жаттығулары бұл. Осылай бірнеше рет қайталаймыз. Тез жасамайсыздар, осындай бір қалыпты жасайсыздар. Одан кейін дәл солай аяқты да жоғары көтереміз, түсіреміз, жоғары көтереміз, түсіреміз, жоғары көтереміз, түсіреміз. Кезекте жасайсыздар. Бір аяқты көтереміз, түсіреміз. Енді аяқты екі жақ қарай ашамыз. Қосамыз. Екі жақ қарай ашамыз. Қосамыз. Ашамыз. Қосамыз. Аяқтың басымен осылай педаль басып отқан сияқты алға қарай. Бұл кезде алдыңғы бұлшықеттер созылады, осылай басқан кезде. Егер де өзімізге қарай аяқтың ұшын өзімізге қарай қатты тартатын болсақ, аяқтың артқы бөлігі созылады бұлшықеттері. Осылай бірнеше рет қайталайсыздар. Жамбас бұлшықетіне де қатысады. Енді келесі жаттығу, аяқты көтереміз, өзімізге қарай барынша құшақтап осылай ұстаймыз. Бұл кезде жамбас бұлшықеттер жақсы созылады. Седалищный нерв дейміз, гриджа, протрузияға арналған жаттығулар болар. Осылай барынша ұстап жатамыз и жібереміз. Әр жаттығуды 10 секунд, 30 секундқа дейін осылай ұстап тұрсаңыздар болады. И жібереміз. Дәл осылай 10 шақты рет тоже қайталайсыздар. Келесі жаттығу, екі аяқты қосып аламыз, жоғары көтереміз. Енді екі жақ қарай құлатамыз. Міне. Осы кезде бел жаттығуы бұл. Белдің аймағы созылады. Екінші жағы да дәл солай. Тез-тез бұлай істеуге болмайды. Медленно и бір жағынан приятно болу керек жасаған кезде. Денеге нагрузка түсіруге болмайды. Ауырсынып қалуы мүмкін. Или дене ауырсынып тұрса, ол наоборот одан сайын зиян келтіруі мүмкін. Сол үшін жай жасағандарыңыз жақсы. Келесі жаттығу. Дәл осылай жатамыз и белді жоғары көтереміз. Егер де белде ауырсыну болса, қатты көтермеңіздер. Осындай көтерсеңіздер де болады. Сонымен жаймен үйретесіздер де биігірек көтере бастайсыздар. Тоже бірнеше рет қайталаймыз. Ұстадыңыздар, бір 10 секундтай ұстап тұрасыздар, сосын түсіресіздер. Көтересіз, 10 секунд ұстайсыздар, сосын түсіресіздер. Енді келесі жаттығуға көшейік. Етпетпен жатамыз ол кезде. Етпетімізбен жатамыз да, бірінші аяқты біреуін көтереміз, түсіреміз, осылай. Бұл тізе жаттығулары. Осылай бірнеше рет қайталап аласыздар. Одан кейін аяқты екі жақ қарай, оңға, солға. Енді аяқты жоғары көтереміз. Түсіреміз, келесі аяқты. Түсіреміз, келесісін. Әр жаттығуда 10 шақты рет қайталаңыздар. Егер де жасыңыз үлкен болса, онда 5 реттен қайталаңыз. Енді келесі жаттығу белге арналған. Дәл осылай денені көтереміз де, бірнеше секунд ұстап тұрамыз. Түсіреміз, қайтадан көтеріп, осылай бірнеше секунд ұстап тұрамыз. Бұл уже белдің бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Кеуденің растяжкасы. Сосын енді осылай қалыпты жағдайда тұрамыз. Аяқты X-образно. Көбінесе бұл жаттығуды грыжаларға береміз енді. Грыжасы, протрузиясы бар кісілерге. Бір аяқты алып келеміз, екінші аяқты. Байқап тұрсаңыздар, төсектен уже жаймен тұрып келе жатырмыз. Біріншісінде арқамен жаттық, одан кейін етпетпен, енді одан кейін осылай қалыпқа келіп жатырмыз. Ендігі жаттығу уже тұрып жасаймыз.
Бұл кезде де терең тыныс аламыз. Мұрынмен қолымызды ашамыз осылай. Түсіреміз. Бұл кезде де былай көтерген кезде өкпе ашылады. Түсірген кезде өкпе жабылады. Сол үшін өкпеге көмек ретінде қолымызды ашып, сосын түсіреміз. Қайталайық. Дәл осылай 10 шақты рет қайталайсыздар. Келесі жаттығу енді иықтың жаттығулары. Иыққа қолымызды қоямыз да айналдырамыз. Алға, артқа. Бұл жаттығудың негізі қарап тұрсаңыздар пайдасы көп. Көбінесе иықты жоғары көтермей қалдық деп жатамыз. Көп кісілердің қолдары төменгі жақта көп жұмыс жасаймыз да, жоғарыға ретке көтере бастаймыз. Сол себепті осындай жаттығулар жасасаңыздар, уже бір мезгіл болса да қолдарыңыз жоғары көтеріліп тұрады. Сустаптың арасында тұз жиналу или жаңағыдай иықтың ауырсынулары болмайды ол кезде сіздерде. Сол үшін осылай толық айналым жасайсыздар. Керісінше артқа, алға осылай бірнеше рет қайталайсыздар. Одан кейін иықты жоғары көтереміз, түсіреміз. Бұл жаттығу мойын бұлшықеттеріне арналған. Тырыстырып көтересіздер и түсіресіздер. Тырыстырып көтересіздер, түсіресіздер. Дәл осы жаттығуды екінші түріне істесек болады, айналдырамыз тоже. Былай. Көтереміз, артқа қарай түсіреміз. Көтереміз, артқа қарай түсіреміз. Көтереміз, алға қарай түсіреміз. Көтереміз, алға қарай түсіреміз. Енді келесі жаттығу уже белдің растяжкасы. Алға қарай еңкейеміз. Сол кезде аяқтың артқы бөлігі сіңірлері жақсы созылады. Алға қарай барынша еңкейесіздер и қалыпқа келеміз. Тағы да қайталаймыз. Қалыпқа келеміз. Дәл осылай 10 шақты рет қайталайсыздар. Келесі жаттығу дәл осылай, бірақ аяқ қарай, оң аяқ қарай, сосын ортаға, сосын сол аяққа. Бұл кезде, мысалы, сол аяққа көтерілген кезде оң жақтың жамбас бөлігі жақсы созылады. Дәл осылай бірнеше рет қайталаймыз. Келесі жаттығу бізде аяқтың ұшымен тұрамыз и түсеміз. Осылай бірнеше рет қайталаймыз. Аяқтың ұшына. Бұл табанға және аяқтың сустаптарына жақсы көмектесетін жаттығу. Осылай бірнеше рет қайталаймыз. Одан кейін бір орында тұрып, осылай аяғымызды барынша биік көтеріп шагайт етеміз. Егер де қиын болса, қолыңызбен осылай көмектессеңіз болады. Егер аяқ көтеру қиын десеңіз. Одан кейін әр жаттығуды 10 реттен. Просто мен сіздерге қысқаша тез-тез көрсетіп түсіндіріп жатырмын. Әр жаттығудан 1-2 ғана көрсетіп жатырмын. Сіздер 10 реттен қайталаңыздар. Келесі жаттығу жанға қарай жүреміз. Ана әзіл түсіп кетті, жанға қарай жүр, жанға қарай жүр. Осылай жанға қарай жүреміз. Бұл жанға жүрудің пайдасы сан бұлшықеттерінің жанындағы бұлшықеттерге жақсы көмектеседі. Бұл бұлшықеттердің біздегі жұмысы тепе-теңдік ұстау. Сізді оңға немесе солға құлап кетпеуіңізді сақтайды. Сол себепті осылай бұлшықетті дамыту үшін осылай жүреміз. Мысалы болады, олай секірген кезде тепе-теңдік істей алмай қалады кейбір кісілер, үлкен кісілерде. Сол үшін тепе-теңдікті жақсы ұстау үшін осы бұлшықеттерді дамытуымыз керек. Дәл осылай 10 шақты рет қайталайсыздар тоже. Келесі жаттығу белді айналдыра қозғалсақ та болады осылай. Көбінесе бізде белдің 4-5 позвоночнигі грыжа протрузия дейміз. Грыжа протрузиядан бұрын бізде хондроз пайда болады. Сол жерде қозғалмағаннан кейін тұз жиналады да қозғалыс аз болады. Машинада отырамыз или офисте отырамыз. Көбінесе белдің омыртқасы көп қозғалмағандықтан хондроз, сосын грыжа протрузияға айналып жатады. Осылай жақсылап қозғасаңыздар болады. И наоборот. Енді осы жаттығулардың барлығын жасап болғаннан кейін прогулкаға шықсаңыздар болады. Дене ояту жаттығулар бізге не үшін керек? Бұның пайдасы, мысалы, давление кейде болады, көп кісіде қан қысымы көтеріліп кетеді резко, инсульт алып жатады, инфарктқа батады. Денені бірінші оятып алуымыз керек таңертең. Біз не істейміз? Көбінесе тұра саламыз, жұмысымызға асығамыз, или болмаса тез қимылдар жасап кетеміз. Денені оятпаймыз. Бізде возраст сайын ол жаңа денеде ауырсынулар болуы мүмкін, түні бойы давление көтеріліп жатуы мүмкін, білмейміз ғой. Сол себептен дене ояту жаттығуларын жасағандарыңыз дұрыс. Өздеріңіздің денсаулықтарыңыз күтіп, енді осы жаттығуларды жасай алмаймыз. Менің жасым үлкен, 80-дегі, 85-тегі үлкен кісілер болатын болса, мына жаттығуды жасауға болады. Просто
отырасыздар, таңертең тұрасыздар, осылай суставтарды шапалақтап ұрып шығасыздар. Қан айналым жақсарады бұл кезде. Сіздер қайта-қайта ұрған сайын қан айналым жүйесі жақсарады. Көбінесе суставтарымыз қытырлайды, суставтарымыз ауырады дейді. Сол себепті осылай ұрып шығасыздар. Қатты ұрудың керегі жоқ, шапалақпен жай ұрып қан айналым алып келеміз. Просто отырып істей берсеңіздер де болады. Тізені алып келіп ұрасыздар. Бұл енді Қытай медицинасында, Қытай жаттығуларында көп кездеседі, осылай денені ұрғылау. Кез келген жерде ұрғылай бересіздер. Жамбас, тізе, аяқтың бас жағы болсын, или болмаса балтыр бұлшық еттері болсын, білек бұлшық еттері, әсіресе суставтарды ұрғандарыңыз жақсы. Дәл солай мойынды, желкені солай ұрасыздар. Осымен біздің таңғы жаттығуымыз тамам. Бізбен бірге жаттығуларды бірге қайталап жүріңіздер. Сіздермен бірге ем болсын.